Құрметті студенттер, сәлеметсіздер ме? Бұл 15-ші апта қазақ тілінің стилистикасы пәні. Бүгінгі дәрісінің тақырыбы стилистиканың даму бағыттары мен түрлері, шектес ғылымдармен байланысы, мәтін өрісіндегі стилистикалық мүмкіндіктер деп аталады. Біз осы 15-ші аптада жалпы 15 апта бойы өткен мәселелердің барлығын бүгін дұрысында біз қорытындылауымыз керек. Жоспарға сәйкес әдеби стандарт және стилистика пәні, ресурстар стилистикасы, сөз таңдау мәселесі, стилистиканың жаңа бағыттары мен зерттеулер деп аталады. Жалпы стилистика бұл лингвистикалық стилистика, лингвостилистика, жалпы стилистика. Бұл стилистика жалпы тіл білімнің бір саласы. Аталымда өзгерістер жақшан ішіне берілді. Стилистика тілдің көркемдегіш амал тәсілдерін қазіргі кезеңде кейбір зерттеулерде безендіруші стилистика деп аталып жүр. Бұл бағанағы көркемдегіш амал тәсілдерінің жиынтығын қазіргі жаңа зерттеулерде, оның ішінде қазақ тілінің прагма стилистикасында осылай деп атау бар. Нақты профессор Дина Алкебаеваның зерттеуінде тілдің жұмсалу аясының түрлі қоғамдық салаларда қолданылуын, қатысымдық әрекетінің функциясын атқаратын тәсілдерді қолдану принциптерін ретке келтіретін сала бұл стилистика. Стилистика көптеген ғылыми практикалық проблемаларды қамтиды. Ол тілдегі стилистикалық амал тәсілдерді ғана қарастырмайды, стилистикалық мүмкіндіктердің барлық базасын қамтуды көздейді. Сондай-ақ ұлттық әдеби тілдің нормасын сақтай отырып, стилистикалық норманы қалыптастырады. Стилистика ғылымы стилистикалық ұғымдар мен белгілердің межесін өзіне тірек ете отырып, теориялық проблемаларын шешіп береді. Стилистика ғылымының теориялық негізі басты тұжырымдарын төмендегіше саралауға болады. Стилистика прагматиканың орталық категориясына жататын прагматикалық факторды толық есепке алып отырады. Стилистика тіл ғылымының барлық саласын қамтиды. Стилистикада тілдік емес ғылымдардың тиімді жақтарын өзіне толық байланыстырып отырады. Стилистикалық ұғымдар мен категориялардың басты қызметі стилистикалық мүмкіндіктерді толық жүзеге асыру және стилистикалық амал тәсілдерді бере отырып стилистикалық норманы қалыптастырады. Қазіргі тіл білімде стилистиканың даму бағыттарының бірнеше түрі бар. Олардың қатарына, мысалы, біз мына жерде жазып қойдық. Біз білетін функционалдық стилистика бұл нақты мақсаттық стилистика және оның түрі, көркемдегі тәсілдерін зерттейтін стилистика, жаңа жоғарыда айтқанда бұл безендіруші стилистика. Біз өткен сабақта айттық, прагмастилистика мәселесі қазіргі мына практикалық қолданба деңгейлерін айтып жүрген жаңа бір бағыт іспеттес немесе жаңаша аталым деп қабылдаңыздар. Орта стилистика мәселесі барлық стилистикалық қате, стилистикалық норма, стандарт, осы стилистикаға қажетті әдеби тілдің нормаларының барлығын орта стилистика деп атау. Бұл кезінде қазіргі академик ғалым Рабиға Сыздықованың айтуы бойынша ортология деп атау, тілдегі барлық нормалардың жиынтығы деп қарайтын болсақ, осыны орта стилистика деп айту мәселесі де қазіргі стилистика ғылымында қалыптасып орын алып отыр. Қазіргі жалпы қазақ тілі стилистикасының көкейкесті мәселелері төмендегіше: қазақ әдеби тіл тарихындағы стильдердің пайда болуын қайта қарау, көркем әдебиет лингвистикалық поэтикамен байланыстыра зерттеу көркем әдебиетті, мәтін стилистикасының өзіндік құрылым мен жүйесінің мәселелерін айқындау, сөз жанрларының, сөйлеу актілеріндегі құрылымның стилистикалық жетістіктері мен тиімділігін прагматикамен бірге қарау, стилистикалық коннотация, стилистикалық категория, стилистикалық норма және оның статусын көтерудегі прагматиканың рөлін анықтау және тағы басқа. Сонымен бірге стиль түзуші, тілдік емес факторларды ғылыми тұрғыдан саралау. Ол паралингвистика, прагматикалық фактор, ойлау стилі және тағы басқалар. Стилистиканың негізгі бағыттарының бірі ресурстар стилистикасы. Тіл ресурстар стилистикасы, тіл стилистикасы деп те аталынады. Тіл ресурстар стилистикасы сөздердің мәтіннен тысқары күйіндегі қызметін айқындайды. Стиль тарихи категория болғандықтан даму эволюциясы уақыт өткен сайын күрделене түсетіндіктен даму бағыттары да көбейеді.
Стилистика зерттеу нысандарының ауқымына көлеміне байланысты жалпы стилистика, салғастырмалы стилистика, ішінара стилистика, дара стилистика деп аталады. Жалпы стилистиканың айналасында жоғарыдағы 4 бағыттан басқа кішігірім аспектіде қаралатын бағыттары да бар. Олардың қатарында тарихи стилистика, салыстырмалы стилистика, кодтау стилистикасы, декодтау стилистика және экспрессивті стилистика бар. Стилистикалық бағыттардың қатарына автор мен қабылдаушының арасында кодтау және декодтау стилистикасы жатады. Кодтау стилистикасы қолданыс тіліне қатысушылардың қызметіне қарай тілді айтушы не жазушының стилистикасы. Кодтау стилистикасы информация теориясын пайдаланады. Автор өзін қоршаған ортадан өзіне керекті ақпарат көздерін алады. Осы ақпаратты өңдеп, тыңнан жасап, оқырманның сезіміне, еркіне әсер етуді мақсат етеді. Ал декодтау стилистикасы қабылдаушының, тыңдарманның, оқырманның стилистикасы. Декодтау стилистикасы мәтінді түсіндірудің теориялық базасы болып табылады. Қабылдаушы немесе тыңдарман қабылдаған мәтіндегі фонетикалық, құрылымдық, семантикалық, тілдік бірліктердің қабылдаушы сөз етуін анықтау болып есептеледі. Дара стилистика автордың не жеке шығарманың немесе бір жанрдың стилистикасын зерттеу нысаны. Дара стиль жеке адамның ақыл-ойын бірінші кезекке қояды. Сондай-ақ жазушының, ғалымның, журналистің, деректі сөйлеушінің, адамның жеке тұлғаның стилистикасы бұл дара стилистика. Яғни сіздердің әрқайсыларыңыздың даралықтарыңызды көрсететін бұл синтездік іс-әрекет болып табылады. Стилистиканың ерекше бағытының бірі безендіруші стилистика. Енді безендіруші стилистиканы қазақ тіл білімінде соңғы кезде біз бағалаушылық деп те айтып жүрміз. Өйткені стилистиканы қалыптастыратын лексиканың барлығының да бағалау сипаты бар. Олардың қатарында, яғни осы безендірушілікке не себеп болады, қандай функционалдық қызметтері анықталады дейтін болса, ол стилистикалық мағына, стилистикалық тәсіл, стилистикалық амал, стилистикалық тапсырмалар. Стилистиканың даму бағыттарының пайда болуына нейсология саласы әсер етеді. Бұл философиялық категория, яғни білім, ғылым, таным мәселелерінің жиынтығы іспеттес. Себебі адамның әлемді тану мүмкіндіктерінің заңдылықтары шындыққа, соны тану көзіне, соның танымына, яғни когнитологиясына негізделеді. Осы критерийлердің барлығын арнайы стилистикада осы нейсологиялық байланыс арқылы зерттейді, қарастырады және бізге жеткізеді. Тілді оқып үйренудің көп аспектілі зерттеу мәселелер әртүрлі ғылыми жаңа бағыттардың пайда болуының негізгі феноменіне айналды. Мысалы, когнитивті ғылым адамның танымдық қабілетінен туындайтын мағына қалыптастыру және қолданыс аясында деп қарайтын болсақ, осы адамның тілді еркін меңгеруі, шығармашылық түрде қолдануы, яғни әрқайсысы өзінің шығарманы тану арқылы жеткізуі, мәтін арқылы қабылдауы, ойлау стилі мен жеке стильді қалыптастыруға көмектеседі. Зерттеуші ғалымдар когнитивті ғылым терминін метафоралық атауымен ғылымның қол шатыры деп есептейді. Жалпы қорытындылай келе, жалпы стилистика ғылымы орыс тілі білімінде академик Виноградовтың айтуы бойынша, кейін Виноградов мектебінің сол мектептен оқып үйренуші тағы бір ғалым Лихачевтың зерттеуі бойынша, это королева языка, это вершина языка. Яғни тіл білімнің барлық салаларын оқып болғаннан кейін біз стилистикаға келеміз да, және стилистиканың термині стиль болғанмен нақты объектісінде тіл білімнің барлық мәселелері стилистиканың зерттеу объектісі болады. Яғни әрбір тілдік ярустардың стильдік мүмкіндігі мен ерекшелігі болады. Міне осылардың арқасында сіздер стиль терминінің жан-жақты өте кең ұғымды терминдік дәрежеге жеткен термин екенін, және көптеген тілдерде оны арнайы категория ретінде қалыптастырады. Стиль бар жерде әдеби тіл бар, әдеби тіл бар жерде норма бар, және қазіргі қазақ тілінің бүгінгі стильдік қатары 5 стиль түрінен тұрады. Оның әрқайсының функционалдық қызметі бар, және әрбір стильдің лингвистикалық ерекшеліктері, шағын подстильдері анықталған. Тыңдағандарыңызға рахмет. Біз видео оқытамыз, біз біргеміз.